Қайырлы күн, құрметті студент медиктер. Бүгінгі сіздермен бірге білімді бол дәрігер жобасы. Бүгінгі тақырыбымыз қабынуға қарсы стероидті емес препараттардың фармакологиясын бастайтын боламыз. Ендеше, мына схемаға қарайтын болсақ, қабынуға қарсы стероидті емес препараттар екіге бөлінеді. Бұл селективті емес және селективті. Бұл аталу себебі неде? Қабынуға қарсы стероидті емес препараттардың негізгі көрсететін әсері бұл циклооксигеназа ферментіне әсері. Селективті емес дегеніміз циклооксигеназаның бірінші және екінші типіне де әсер ете алатынын көрсетеді. Селективті дегеніміз тек қана циклооксигеназа екінші типке әсерін тигізеді. Енді бұл тақырыптың негізгі механизм түсіну үшін бізге клетканың мембранасын құрылымына назар аударуымыз керек. Клетка мембранасы бізде екі заттан тұрады. Бұл арахидон қышқылы және де фосфолипид. Арахидон қышқылының екінші атауын жақшаның ішіне жазатын болсақ, ол май қышқылы. Яғни мембрана 90% көрсеткішке қарайтын болсақ, ол майлы заттардан тұрады. Майлы қышқылдан, яғни арахидон қышқылынан және де фосфолипид. Процесс қалай орын алады? Қабынуға қарсы және қабыну процестері қалай жүреді? Мәселен, осы клеткаға бактерия зиян әсер ететін болса, ол клетканың ішіне кірмес бұрын ең бірінші осы жердегі мембрананы зақымдайды. Сәйкесінше мембрананы зақымдау барысында бізде мынау арахидон қышқылы сыртқа шыға бастайды. Сыртқа шыққаннан кейін ол көрсетілген циклооксигеназа 2 ферментімен реакцияға түсіп, бізде нәтижесінде екеуі қосылып медиаторлар пайда болады. Циклооксигеназа 2 көбінесе бізде қабыну медиаторларын жасайды. Яғни циклооксигеназа 2 арахидон қышқылымен егер де реакцияға түсетін болса, онда бізде қабынуды шақыратын медиаторлар пайда болады. Соның бірі простагландин. Одан бөлек қандай патологиялық медиаторлар бар? Ол брадикинин және де бәріңізге белгілі бұл гистамин болуы мүмкін. Аталмыш медиаторлар бізде көптеген жаман реакцияларын бастауын алып келеді. Соның бірі простагландин. Бұл гипоталамусқа барып, терморегуляция процесін бұзады. Сәйкесінше ағзада бізде жаңағыдай қызудың жоғарылауы, әлсіздік және басқа да симптомдар пайда болады. Брадикинин бұл бізде көбінесе ауырсынуды шақырады, яғни буындардың тітіркенуіне алып келеді. Бізде ауру барысында денеміздің ауырсынуы байқалады. Одан бөлек гистамин бұл көбінесе аллергиялық қасиетке ие, көбінесе аллергиялық процестерде өзіндік бір ықпалын тигізеді. Енді циклооксигеназа бірге келетін болсақ, селективті емес препараттар сок 1-ді де сок 2-ді жауып тастайды. Біз селективті деген кезде тек қана сок 2-ні жабады дедік, ал селективті емес, бізде сок 2-ні де жабады және сок 1-ді де жабады. Бірақ жаңа біз мына процесс айтып кеткен кезде сок 1-ді айтқан жоқпыз. Давайте осы сок 1-ге тоқталып кетейік. Сок 1 көбінесе физиологиялық медиаторлардың синтезіне алып келеді. Мысалға, сок 2 тек қана қабынуды шақыратын медиаторлар жасайтын болса, сок 1 физиологиялық медиаторларды синтездей алады. Енді қараңыздар, сок 1 қандай физиологиялық медиаторларды жасайды? Бұл жақта да өзінің простагландины бар. Простагландин Е тобы деп те айтуға болады. Одан кейін бізге ағзаға өте пайдасы жақсы, ол тромбоксан А2. Тромбоксан А2 бұл көбінесе
тромбоциттердің бірге қосылуына жауап береді, яғни гемостаз жүйесіне өзінің ықпалын тигізеді. Ол гемостаздың физиологиясын алдағы видеоларда айтатын боламыз, бірақ қысқаша мына жерде тромбоксан А2 бұл гемостазға көмектеседі дейік. Енді давайте сөзімізді қорытындылайық. Қабынуға қарсы стероидты емес препараттардың екі тобы бар, ол селективті емес және селективті. Селективті емес дегеніміз цок 1-ді де және цок 2-ні де жабалады. Цок 2-ні біз мына жерде айтып кеттік. Цок 1 көбінесе физиологиялық медиаторларды синтездейді. Бұл нормада арахидон қышқылымен емін-еркін бұзылыссыз-ақ әрекеттесе береді. Ол простагландин Е тобын және тромбоксан А2-ні синтездеуге қатысады. Селективті қабынуға қарсы стероидты емес препараттар тек қана цок 2-ге ғана блоктайтын қасиет береді. Сәйкесінше бізде қабыну медиаторлары жабылады. Енді салыстырмалы түрде қайсысы көп, былайша айтқанда, жаман әсерлерге алып келеді деген сұрақ туындайтын болса, әлбетте селективті емес. Өйткені селективті емес қабынуға қарсы стероидты емес препараттар, бұлар жақсы медиаторларды, жаман медиаторларды жауып тастайды. Сәйкесінше жақсы бізге қажет, ағзаға қажет физиологиялық медиаторлар жабу барысында бізде орасан көп патологиялар пайда болады. Соның бірі яғни асқазанның ойық жарасы. Өйткені селективті емес препараттардың ішіне ең негізгі өкілі, мына жерге жаза кетейік, бұл аспирин. Бұның қазіргі әрқайсысын препараттың жеке механизмдерін және қандай жанама әсерін келесі бөлімде талдайтын боламыз. Ал енді стероидты емес қабынуға қарсы препараттардың жіктемесін айтатын болсақ, оларды жаңағыдай айтып кеткенде екіге бөлеміз: селективті емес және селективті. Селективті емес дегеніміз, қайталап айтатын болсақ, ол циклооксигеназа 1-те 2-те блоктайтын препараттар болып табылады. Селективтіге бізге тек қана цок 2-ні ғана жабатын препараттарды жатқызамыз. Ендеше селективті емес препараттарға қандай препараттар кіреді? Бұл 6 негізгі топ. Біріншісі салицил қышқылының туындылары. Ол жерге ацетил салицил қышқылы және метил салицилат жатады. Екіншісі бұл пирозалидин туындысы. Бұл жерге фенилбутазол. Үшіншісіне пропион қышқылының туындысы ибупрофен, кетапрофен. Төртіншісіне бұл индол сірке қышқылының туындысы индомитоцин. Бесіншісі фенил сірке қышқылының туындысы диклофенак. Және де алтыншысы оксикам туындылары пироксикам жатады. Ал енді селективтіге келетін болсақ, бұлар өзі екі тобы бар негізгі. Оксикамның кейбір түрлері кіреді. Соның бірі мелоксикам және лорноксикам. Айта кететін жайт, мелоксикам мен лорноксикамды көбінесе буын ауруларында қолданады. Артрит, басқа да бір ауыртпалар болады. Өйткені мелоксикам мен лорноксикам бұлар жақсы фармакокинетикаға ие, бұлар буындарға жақсы сіңеді. Сәйкесінше мелоксикам мен лорноксикамды көбінесе буын ауруларында қолданады. Сульфеноламидке келетін болсақ, бұл жерге целококсиб пен нимесулиттер кіреді. Целококсиб бұлар көбінесе тоже буындардың ауруларында болады. Нимесулит бұл буын ауруларында, дене ауруларында және де қабынуға қарсы да температураны түсіруге де көмектесетін препараттар. Нимесулитті бүкіл адам білетін шығар, ол немесил деген порошокта шығады, немесе найз деген таблеткаларда шығады. Ол яғни саудалық аты. Енді осы, бұл негізгі жіктемесі болып табылады. Ендеше біз әр жанама әсерлеріне толық тоқталып кетейік. Құрметті студенттер, енді біз әр препараттың жеке әсерлеріне тоқталып кететін болсақ, ең негізгі препараттардың бірі қабынуға қарсы стероидты емес. Ол селективті емес салицил тобына жататын аспирин препараты. Бұл препараттың оң және де теріс әсерлері бар. Оң әсерлеріне келетін болсақ, бұл негізгі көрсететін әсері бұл антиагреганттық. Неге? Өйткені ол тромбоксан А2 деген медиатордың синтезін блоктайды. Тромбоксан А2-ның синтезі блоктанған кезде бізде тромбоциттер бір-бірімен былайша айтқанда қосыла алмай қалады, яғни агрегация процесі жүрмейді. Соның нәтижесінде бізде аспиринді немесе ацетил салицил қышқылын антиагреганттық әсері бар деп те атайды. Және сол топқа да
гемостаз жүйесінде өткен кезде сол топқа да жатқызуға болады. Келесі, қазіргі кезде 2022 және 2021 жылы жаңа статьяларға көз салатын болсақ, бізде аспириннің антиканцерогенді әсері, яғни былайша айтқанда рак клеткасының көбеюін тоқтататын эффектісі дәлелденген. Бұл процесс көбінесе 45 жасқан асқан адамдарда көрінген болатын. Аспирин 45 жасқа асқан науқастарға көбінесе былайша айтқанда ұсынады ішуге. Неге? Өйткені 45 жастан асқан науқастарда рактың дамуы ықтималдығы жоғарылайды. Оның негізгі механизмі не үшін ол рак клеткасының дамуына әсер етеді деген неге сұраққа келетін болсақ, ол яғни тоже тромбоксан А2-ның блоктауы нәтижесіне болады. Яғни тромбоксан А2 ол жай ғана тромбоциттерді ғана қоспайды, сондай-ақ кейбір қандағы рак клеткасын бірге қосып үлкен мутацияларға алып келеді дегенде былайша айтқанда гипотезалар мен теориялар бар. Сол себептен де бұнда осы оң әсерге жатқызуға болады. Келесі, антипиретикалық әсер. Антипиретикалық деген сөз, яғни ауырсынуды басады және температураны түсіреді. Ол негізгі механизмі простагландиннің медиатордың блоктауы нәтижесіне болады. Неге? Өйткені простагландин, біз жаңа айтып кеттік, қабыну кезінде гипоталамусқа әсер етеді де терморегуляция процесін бұзады. Соның нәтижесінде температура көтеріледі. А ол көтерілетін болса, әлбетте жаман процестер болады. Сол себептен де аспирин простагландинді жабу арқылы антипиретикалық әсер көрсетеді. Одан да бөлек әлбетте оң әсерлері өте көп. Кейбір кітаптарда айтады, иммуномодуляторлық әсері бар деп, бірақ оны біз мына жаққа жазған жоқпыз, өйткені ол жай ғана гипотеза түрінде айтқан болатын. Біз енді келесі теріс әсеріне көшейік. Теріс әсеріне келетін болсақ, ульцерогенді әсер береді, яғни асқазанның ойық жарасын алып келеді. Не үшін ойық жарасын алып келеді? Өйткені біз жаңа айтып кеттік, аспирин бұл селективті емес топқа жатқандықтан, ол ЦОК2-ні де ЦОК1-де жауып тастайды. ЦОК2 деген фермент бұл мына жерде көрсетілген жаман медиаторлардың пайда болуына көмектеседі. Ал ЦОК1 жақсы медиатордың пайда болуына көмектескендіктен осындай ульцерогенді эффект пайда болады. Бізде простагландин Е тобы көбінесе нормада циклооксигеназа 1, мәға жаза кетейік, циклооксигеназа 1-ден шығады деп. Циклооксигеназа 1-дің ферментінің көмегі арқылы простагландин Е тобы синтезделеді. Простагландин Е тобы бізде нормада, егер синтезделген кезде, ол тамыр тонусын реттейді, капиллярлардың, басқа да ұсақ тамырлардың. Өйткені біздің тамырымыз табиғатынан тырысып, яғни спазмға ұшырайтын әдеті болғандықтан, бізде нормада физиологиялық жағдайда циклооксигеназа 1 ферменті көмегі арқылы простагландиннің Е тобы тамыр тонусын реттеп, былайша айтқанда спазмнан сақтап отырады. Ал егер де аспиринді көп мөлшерде немесе ұзақ мерзімде ішетін болсақ, ол әлбетте циклооксигеназа 1-ді жауып тастайды, өйткені ол селективті емес. Соның нәтижесіне простагландин Е тобы да блоктана бастайды. А ол блоктанатын болса, бізде тамырдың тонусы бұзылады, яғни спазмға ұшырайды. Соның нәтижесінде бізде ишемия пайда болады. Қай жерде ишемия пайда болады дейтін болсақ, асқазанның сілемейлі қабатында. Ишемия пайда болғандықтан, трофика бұзылғандықтан, ол жерде ойық жаралар пайда болады. Соны біз ульцерогенді әсері деп те айтамыз. Одан бөлек, тамыр тонусы бұзылғандықтан бізде майда тамырлар көбінесе қай жерде тағымаңыз? Әлбетте, бүйректің нефронында Шумлянский Бауман капсуласы бар, сол жерде әкелуші мен әкетуші артериолардың тонусы бұзылады. А ол өз кезегінде бізде жаңағыдай фильтрацияның бұзылуына алып келеді де, ол да бізде бүйрек жеткіліксіздігі ауруына алып келуі мүмкін. Сол себептен де аспирин әлбетте оң әсері жақсы болғандықтан, бірақ та оның қарама-қарсы жағына қарайтын болсақ, көптеген теріс әсерлері де бар екен. Ал біз осымен селективті емес қабынуға қарсы стероидты препараттарды осымен біттік. Ал құрметті достар, жаңағыдан бері біз медиатор деген әңгімелер жиі қолдандық. Медиатор дегеніміз бұл биогенді аминдерден көбінесе синтезделетін заттар. Бұлар нормада биологиялық активті заттар деп те атайды. Бұл ағзада көптеген
механизмдерге әсер етуі мүмкін, оң әсер беруі мүмкін, немесе теріс әсер беруі мүмкін. Жалпы біз медиаторға сәйкес және де ағзаға түскен амин қышқылдарына сәйкес бірнеше биохимиялық механизмдерді айтып кетейік. Мына жерде медиатор қалай пайда болатынын мына графадан түсінуге болады. Жалпы ағзаға амин қышқылы түскеннен кейін, мейлі ол эндогенді болсын, мейлі ол экзогенді болсын, ол екі процеске ұшырауы мүмкін. Яғни декарбоксилдену немесе дезаминдену. Егер де амин қышқылдары декарбоксилдену процесіне ұшырайтын болса, онда бізде декарбокси деген сөз, яғни карбокси тобын алып тастайды. Сол кезде бізде не болады? Яғни амин қышқылының қышқыл тобын алып тастаған кезде бізде тек қана аминдер қалады. Жалпы декарбоксилдену процесіне қатысатын ферментті біз декарбоксилаза деп атаймыз. Яғни амин қышқылынан қышқыл тобын алып тастаған кезде карбокси тобын бізде биогенді аминдер пайда болады. Осы биогенді аминдерден ары қарай реакция кететін болса, гормон немесе медиаторлар пайда болуы мүмкін. Жаңағы айтып кеткен гистамин деген медиатор, яғни гистамин, ол осы декарбоксилдену процесінен пайда болады. Яғни гистидин амин қышқылының декарбоксилдену процесінде гистамин деген медиаторлар пайда болады екен. Түсінікті ғой? Одан бөлек гормондар, кейбір гормондар, яғни биогенді аминді гормондар деп айтады, солар тоже осы декарбоксилдену процесі арқылы пайда болады екен. Одан бөлек амин қышқылдары бізде дезаминдену процесіне ұшырайтын болса, бұл процесс көбінесе бауырда орын алады. Мына жерге жаза кетейік. Бауырда деп. Бауырда жүреді бұл процесс көбінесе. Яғни біз етті тағамдарды көп жейтін болсақ, бізде бауырымызда дезаминдену процесі болады. Яғни амин қышқылының амин тобын алып тастайды да тек қана қышқыл қалады. Ол процеске қатысатын ферментті дезаминаза ферменті деп атайды. Ол жерде бізде аммиак түзіледі. Аммиак бауырда түзіледі де қанға шықпайды. Неге? Өйткені аммиак улы зат. Егер оны қанға шығаратын болса, онда ағза уланады. Сол себептен де аммиакты несеп нәр немесе несеп қышқылына ауыстырады. Яғни қауіпсіз түріне алмастырады да ағзадан шығаруға көмегін тигізеді. Сол себептен де кейбір кітаптарда айтады, етті тағамдарды көп тұтыну бізде подагра ауруына алып келеді. Яғни несеп қышқылы қанда жоғарылап кетеді де, ол тұздарға, кристалдарға айналып, буындарға барып жинақталады. Ол подагралық артритке алып келеді. Сол себептен достар, фармакологияны оқыған кезде міндетті түрде биохимияны бір қарап жіберу керек. Егер де сіздерде биохимия туралы білімдеріңіз ашқыларыңыз кезде, онда осы каналдың білімді бол дәрігер каналының плейлисті болады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Егер осы видео 1000 лайк жинайтын болса, біз арнайы биохимияға байланысты жеке клиникалық механизмдерді түсіретін боламыз. Сау сәлеметте болыңыздар, құрметті медик студенттер. Алдағы кездескенше.